Қайтарылған номер 1042 есеп. Алтта 20 суретке қара дейді және АБС Д нүктелерін Л және К нүктелерінің қашықтығы қандай екен торкөзбен жаз дейді. Бірінші Б нүктесін қарайық. Б нүктесі К нүктесіне дейін, К-ға дейін, Б нүктесі К-ға дейін неше торкөз? 1, 2, 3 торкөз. 3 торкөз. Ал Л нүктесіне дейін, Л түзуіне дейін 1, 2, 3, 4. 4 торкөз. Дәл солай А нүктесін қарастырайық. 2 торкөз. К нүктесіне дейін 2 торкөз. Ал Л нүктесіне дейін 4, 5. Келесі Д нүктесі. Д нүктесі К түзуіне дейін 2. Ал, яғни мына аралық сұрап жатыр. Л түзуіне дейін 2. Ал К түзуі ол бізде тігінен тұр, оған дейін К түзуіне дейінгі торкөз 1, 2, 3. 3, яғни К түзуінің тігінен тұрған бұлай 1, 2, 3 жылжытып көресіз. Келесі С нүктесі. С нүктесі К түзуіне дейін К бізде тігінен 2, ал Л-ге дейін де 2 екені көрініп тұр. Келесі 1043. Алтта 21 суретте АБС үшбұрышын салыңдар. АБС үшбұрыш салынып тұр. Оның Б төбесінен, Б төбесінен АС қабырғасы. АС қабырғасы мынау, АС қабырғасына дейінгі қашықтықты тап дейді. Яғни сіздер үшбұрыш саласыздар, дәл осы секілді. Сөйтесіздер де мына ара қашықтықты сызғыш қойып есептейсіздер. Жай ғана жаза саласыздар. Екінші С төбесінен, С төбесі мынау, оған қарама ашылған қабырға, ол А бұны сұрап отыр, мынау. Демек С төбесінен А-ға дейінгі қашықтық. Сызғышты қоясыз, тура ортасына тіке жаңағы тік қойғаныңызда сізде мына қашықтық, көкпен сызған қашықтық шығады. Қанша миллиметр, соны ғана жаза саласыздар. Яғни кішкентай ғана үшбұрыш. Келесі 1044. Алтта 22 суретте АБС-ды және Е түзулері 3 түзу қиылысқан екен. О нүктесінде АБ перпендикуляр СД-ға дейді. Яғни мынау перпендикуляр мынаған дейді. Перпендикуляр болса, ол бізде 90 градусты береді. Бұрыш АОЕ мынау қаншаға тең дейді? 30 градусқа тең. Демек, бұрыш АОЕ 30 градус болса, және мынауымыз біздің тік болып түсіп тұрса, онда СОФ-ын табу оңай. СОФ мынау. Яғни біз бұны табу үшін мынау аралықты тапсақ, вертикал бұрыш, қарамаға жатқан бұрыш, осы арадағы вертикал бұрыштар болады, және олар тең болады. Осыны тапсақ, СОФ бізде шығып тұр. Демек, бұл 30 градус болса, бұрыш ЕО-ны тауып алуым керек, себебі ЕО-ды тең болады СОФ-ға. Мен оны табуым үшін 90 градустан, яғни тік бұрыштан азайтамын 30 градусты. Не себепті? Себебі мынау жалпы бұрыш менде 90 градус тік болып қиылысып тұр. Сонының мына бір бөлігі, екі бөлікені ОЕ қиып тұр ғой. Мына бір бөлігі 30 болса, онда мынау 60 болатын айдан анық, себебі тік бұрыш. Тік бұрыш ол әрдайым 90 градус болады. Демек, сонда бізде 60 градусқа тең екен.